кадрлар. Мен Азамға жолдоспын. Азам Исмаилдың мамасымын. Күні кеше баламды қара жерге тапсырдым. Ақтау қаласының врачтарының кесірінен баламды қара жерге тапсырдым. Қараңғы, суық қара жерге тапсырдым. Баламның көзі тірісінде министрден сұрадым, талап еттім. Шетелде мен баламды емдей алатын врачтарды алдырым дедім. Неге алдырмадыңдар? Неге емдемедіңдер мен баламды? Неге өлтіріп бердіңдер денесін? Неге денесін маған құшақтатып қойдыңдар? Неге орап алып келген ақматамен құшақтатып қойдыңдар мені? Менің баламның өліміне кінәлі врачтарды қарамағандықтарынан, салғырттықтарынан сол кісілерді қатаң жазалауын талап етем. Қазақстан Республикасының заңы бойынша, егер де заң болатын болса, Қазақстанда мен бұл іске бәрін жазам, бәрін өзгістерінен арыз жазам. Қазақстан Республикасы президенті, мен сізге де жазам. Неге десеңіз, сіз жоғарыда отырып алып төменгі жақты бақылап отырған жоқсыңыз. Қол астыңызда жұмыс жасайтын денсаулық сақтау министрлігі неге қадағаламады? Мен сол кісіге мен өтінішпен жаздым ғой. Ақтауға перекет етті. Қазір міне қаралы хабар болып отыр біздің үйде. Мен баламды жоқтап отырмын. Сол врачтардың салғырттығынан жұмыс жасай алмай отырсаңыздар, емес, жұмыс жасай алмасаңыздар, Қасым-Жомарт Тоқаев, президент, орныңызды босатыңыз. Денсаулық сақтау министрлігі, сіздерде орындарыңды босатың. Ақтау қаласының әкімі тоже орнын босатсын.